Алдымызда жазғы маусым, тез дайындалатын тіске басар хот-дог дайындаймыз. Бізге сосиска керек. Қандай сосиска алсаңыздар да оны қуырып жеуге тырысыңыздар. Қуырғанда да қызартып, жан-жағын, екі жағын прямо қып-қызыл қып қуырып жеңіздер. Мен мынандай дайын хот-догқа арналған осындай дайын булочкаларды алып, менде осындай пеш бар. Сол пеште 3 минутта осылай қатырып алдым. Егер сіздерде осындай пеш жоқ болса, ол қиын емес. Үйдегі бар сковородкаға осылай екі жағын қатырып алсаңыздар, өте дәмді, жеген кезде қытыр-қытыр етіп, әдемі болып желінеді. Осылай мен 3 минутқа қойып, өзім сәбіз салатты дайындадым. Біздің хот-догымызға үйде не бар, соны қолдансаңыз болады. Ештеңкенің сатып әкеп, әуре-сарсаңға түсудің қажеті жоқ. Нанымыз дайын, сосискамыз қуырылған, сәбіз салат, менде үйде сәбіз салат, помидор бар, соларды қолданамын. Хот-догымызға сәбіз салатты саламыз, сосын жаңағы немізді қоямыз, помидорымызды қоямыз, одан кейін сосискамызды қоямыз. Менің сіздерге лайқабым, мынандай бір кетчуптың ыдысын алып, ішіне кетчуп пен майонезді араластырып құйып қойсаңыздар, қай уақытта қолдансаңыздар да өте ыңғайлы және қолдануға жақсы болып келеді. Мына жерде мен сәбіз салатымды салып жатырмын. Міне осындай ыдысқа мен арнайы ішіне майонез, кетчуп салып, неге құятын соус дайындап қойғам. Помидорымыз салып жатырық, сәбізіміз саламыз, сосискамыз қойып, егер біреулерге сәбіз ұнамаса, тек қана помидор, огурцы, одан кейін жаңағы сосискамен де істесеңіздер болады. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай жасай бересіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Үйде сенімді хот-дог дайындап жеңіздер. Каналыма жазып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге рахмет, менімен болғандарыңызға.